кез келген айдың 1-і, 10-ы, 19-ы, 28-і туылғандар, олар нағыз лидерлар. Үнемі таққа ұмтылатын адамдар, эгосы ең қалың, мықты эгоисттер, өз тарапына критиканы қабылдай алмайды, адамдарды өзімнің адам және бөтен адам деп екіге бөліп береді. Оларға біреуге бағынышты болып жұмыс жасау өте қиын, бірақ адамдардың өзіне бағынғанын жақсы көріп тұрады. Егер олар ашылса, олар барлығын артынан сүйрейтін нағыз локомотив, мотиватор, ораторлар. Бірліктердің бастарында өздерінің заңдары бар, олар сол заңдарға сеніп, сол басындағы заңмен жүреді. Әйел адамдардан мысал келтірсек, ол Илон Маск, жаңағы Марсты колонизациялаймын, планетаралық саяхат жасайын дейтін, немесе жер планетасының демографиясына қатты алаңдаушылық білдіріп жүрген Билл Гейтс. Бірліктерге ең бастысы жаңағы көшбасшылықты, мықтылықты өзінен емес, өзгелерден көріп үйрену керек. Айналасындағыларға мен емес, сендер нағыз лидерсіңдер деп айтып үйренсе, айналасындағыларды мойындап үйренсе, сонда